Барлықтарыңызға сәлем, біз бүгін сковородкада пицца дайындайтын боламыз. Ендеше кірісейік. Ең алдымен біз тестасын жасап алайық. Ол үшін осылай бір үлкен ыдысымызды алып, жұмыртқамызды жарып, үстінен өздеріңіздің қалауларыңызша тұз қоссаңыздар болады. Енді массамызды жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Жұмыртқасы мен тұзын бірге біріктіретін боламыз. Келесі кезекте осылай майонезімізді аламыз. 6 қасық майонезімізді тестамызға үстіне қосып, бұлардың барлығын жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Жалпы пиццаның рецептісі бойынша нақты ингредиенттерді мен описанияға қалдырып кететін боламын. Келесі кезекте бізде ұн қосылады. Ұнымызды да осы тестамыздың үстіне салып, барлығын жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Ұнның ешқандай комочектері қалмауы қажет. Міне бізде осында теста шығады. Тестамызды енді бір шетке ала тұрамыз. Енді кезекте начинкасын жасаумен айналысайық. Ең алдымен осылай кішігірім болгарский перецімізді алып, жақсылап тұрып жіңішкелеп турайтын боламыз. Негізінен бұл жерде начинка өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жүзеге асады. Егер де болгарский перец сіздерге ұнамаса, басқа нәрселермен алмастырсаңыздар болады. Перецімізді турап болғаннан кейін осылай сосискамызды алып, турап шығатын боламыз. Тура жаңағыдай, егер де сосисканы ұнатпасаңыздар, колбасаны қолдансаңыздар болады орнына. Бізде енді қызанақты тураймыз. Қызанақты осылай кольца етіп турайтын боламыз. Мен бұл жерде енді 2 қызанақ деп ойладым, бірақ та сіздерге бір қызанақ жеткілікті болады. Соңғы кезекте енді сырымыз ғана қалды. Осылай сырымызды теркадан өткіземіз. Мен бұл жерде моцарелланы қолдандым. Сіздер кәдімгі сырларды қоссаңыздар болады. Біздің начинкамыз дайын. Енді соусымызды жасайық. Соусымызды жасау үшін өздеріңіздің қалауларыңызша майонез бен кетчупты алып, жақсылап тұрып араластырып дайындап қоятын боламыз.
Енді сковородкамызға май қойып, кішкене қыздырып алатын боламыз. Мына отын жай отқа қойып қойсаңыздар болады. Енді осылай тестамызды сковородканың бетіне құйып, қасығымыздың көмегімен тегістеп шығатын боламыз. Менде бұл ингредиенттерден өте тойымды бір пицца шықты. Тестамызды тегістеп болғаннан кейін бетін жауып, шамамен 7-8 минуттай баяу отта пісіретін боламыз. Тестамыздың астыңғы беті пісіп болды. Енді осылай үстіңгі беті пісу үшін тестамызды айналдыратын боламыз. Мен осылай лопатканың көмегімен айналдырған болатынмын. Енді пиццамызды жинайық. Ең бірінші осылай соусымызды бетіне жағып, жақсылап тұрып тегістеп жағып шығатын боламыз. Және де одан кейін начинкаларымызды кезекпен салатын боламыз. Осылай сосискамызды салып шығатын боламыз. Мен енді жай ғана сала салдым. Шынымды айтсам, сіздер енді әдемілеп тұрып штуктап салсаңыздар болады. Сосискамызды салып болғаннан кейін бетіне жаңағы болгарский перецімізді салатын боламыз. Мен өзім пиццамыз кішкене дәмді болып шығу үшін кішкене сырдың бөлігін осылай ортасына қарай қостым, және де осының үстіне қызанақты қосқан болатынмын. Қалған сырымызды енді қызанақтың бетіне әдемілеп тұрып орналастырып шығатын боламыз. Сырымыз кішкене еру үшін енді бетін сковородканы жауып, шамамен 3-4 минуттай қойып қойсаңыздар жеткілікті. Міне бізде осындай өте керемет пицца дайын болып шықты. Пиццамызды енді қалауларыңызша кесіп, отбасыларыңызға берсеңіздер болады. Пиццамыз өте жұмсақ әрі соустың арқасында өте сочный болып шығады. Сол себептен жасап көріңіздер.